Ананың дәмді көжесін сағынған екен ғой қызы. Сіздің көжеңізге жететін дәмді тағам жоқ бұл әлемде. Анашым, бұл бір керемет кеш болды. Мен де кейін өскенде өзімнің ас үйімде сіз секілді дәмді көже пісіретін боламын. Өскенде өзімнің ас үйімде дейсің бе? Көп күте қоймассың. Менімен бірге тамақ әзірлеуді жақсы көретініңді ескеріп, саған дәл менікіндей, бірақ алқызыл ас үйді сыйлауды жөн деп таптым. Вау, анашым, қандай керемет. Қазір құрастырайықшы. Жататын уақыт болып қалды ғой, қызым. Бірақ біз тез-тез құрап тастауға болады. Мен ойлағаннан артық уақыт алды. Рахмет, анашым. Ас үйім керемет, тіпті шамдарына дейін алқызыл. Анашым, ас үйіммен кішкене ойнасам бола ма? Кешір, қызым, бірақ саған ұйықтау керек. Жарайды. Ертең де ойнай алам ғой? Иә, ертең қалағаныңша ойнай аласың. Қайырлы түн, қызым. Қайырлы түн, анашым. Сәлем, дәрігер Дана. Сәлем, достар. Бұл не деген алқызыл дүние? Бұл менің ас үйім. Қоян, саған ұнай ма? Ұнағанда қандай? Мен қатты қуаныштымын. Қоянға алқызыл түсті заттың бәрі ұнай береді ғой. Оның несі қызық болды екен? Тіпті алқызыл шамына дейін бар екен. Мен сондай бақыттымын. Қоянның мұндай бақытты түрін бұрын соңды көрмеппін. Дәрігер Дана, аспаз болуды өмір бойы армандаған едім. Ойнайықшы. Қуана ойнар едім, бірақ ұйықтайтын уақыт болды. Бірақ мен шаршамадым. Өзім ғана ойнасам бола ма? Жоқ, Қоян. Ас үйдің әлі де зерттеп көретін тұстары көп. Ертең де ойнап үлгереміз. Жарайды, дәрігер Дана. Таң қашан атады екен? Тезірек ас үймен ойнағым келіп тұр. Қасына барып тамашалауға болатын шығар. Ақыры тұрдым ғой. Кішкене ойнасам ешкім білмейде қалады ғой. Жоқ, қолымды шығара алмасам, дәрігер Дана оның рұқсатынсыз ойнағанымды біліп қояды. Енді қайттым. Дәрігер Дананың тілін алып тыныш жатуым керек еді. Қолым да жыртылды, пеш те бұзылды. Мен ең жаман ойыншықпын. Ал, ойынға дайынсыңдар ма? Дәрігер Дана, күн ыстық, бәлкім ас үйде тамақ пісірмей-ақ қойса қалай болады? Шын айтасың ба? Ас үймен ойнауға асыққан сен емес пе едің? Иә, дұрыс қой, бірақ басқа ойын ойнасақ қалай? Қоян, саған не болды? Ештеңе. Мен сені сатып алған күннен бастап танимын ғой, және саған бір нәрсе болғаны анық. Қане, айтшы. Жарайды, айтайын. Маған рұқсат бермесеңіз де, түнде сендер ұйықтап жатқанда мен ас үймен ойнадым. Сөйтіп пеш те бұзылды, қолым да зақымдалды. Қоян, неге ертерек айтпадың? Себебі алқызыл пешті бұзып қойғаным үшін сені ұялдым. Сен сондай жақсы құрбысың, ал мен болған жайды айтқаныңа қуанып тұрмын. Бірақ сен де жақсы құрбысың. Үнемі мені қолдап жүресің. Тура сол сияқты мен де саған көмектескім келеді. Сондықтан әуелі сені медтексерістен өткізіп алайын. Сосын пешті де жөндейміз. Жүрек қағысың жиелеп тұр. Иә, мен түннен бері уайымдап жүрмін. Жіптерің сетінеп кеткен екен. Бұл оңай емделеді. Рахмет, дәрігер Дана, ауырған да жоқ. Ал енді пешке не болғанын көрейік. Зиян шекпегенің қандай жақсы болды. Шын пеш болғанда күйіп қалу қаупі жоғары болар еді.
Иә, дұрыс айтасың. Енді үлкендердің айтқан тілін алатын болам. Ойнама десе ойнамаймын. Кешіресің ғой, иә?